еске салу бар екендігі айтылады. Нестағиду билля уа валади уа ма валад. Бұл жердегі уа атап, яғни біздегі және деген ғой. Мына жердің мәжрур болу себебі неліктен? Демек бір мәжрур сөзге атып бірыңғай мүше ретінде келіп тұр. Онымызда ең бастапқы мына жерге атып. Яғни мына аяттың осыған жалғас ретінде келіп тұр ғой. Араға уа анта деген сөйлем кіргеннен кейін мына жерде ол келді, точка. Уа дегенде сонда мына жердегі уаладың емес, мына мәжрур есімнің орнында тұр. Бұл жерде харакат көрінбей тұр, алайда мына жерде ол харакат көрінген болады. Бұл түсінікті ме, қыздар? Және де әкеге дегендегі мақсатымыз адамның исламға уама уалад, және де одан туған балаларға да ант етіп. Алдымен иғрабына тоқталатын болсақ, әл-уау харфу атф. Уаладин маътуф алал қасами сабиқ, алғашқы қасамға біз бұның орнына қойсақ болады, аля хазаға атф. Мәжрур. Немен мәжрур? Біл кәсіға. Өйткені мәбни сөз емес қой. Уама дегендегі мәміз әлләзи деген мағына. Әлләзи деген, яғни ісім алды. Наталокту дегенде, или как клянется отцом и тем, кто рожден от него деген сияқты ғой. Уау атыпа тағы да, мына жердегі уауымызда тағы атып. Онда мына мәміз мәжрур махалда тұр дейміз. Өйткені мәжрур бір есімге, яғни мәзаға атып. Сонда ла уқсиму би хазал балад, ла уқсиму би валид, ла уқсиму би ма валад. Сонда бұл жерде негізінде үш атысты бір-біріне қосып тұр ғой. Сонда ла уқсиму би хазал балад біріншісі. Қайтадан айтатын болсақ, уәлә уқсиму би уәлид. Үшіншісі болатын болса, уәлә уқсиму би ма билләзи деген, бима уәләді. Туғандармен де ант ететіндігімді білдіреді. Осы үшеуін енді қосатын болсақ, бір-біріне қосақ етеді. Онда ла уқсиму қайталанбайды. Қалатта биде қайталанбайды. Или бізде қалған мала қалды. Уәлә уқсиму би хазал балад, уә демізде уәлидиу, уәлә уәма уәлад деп жалғасты. Бұл түсінікті ме, қыздар? Сондықтан исім маусулымыз маътуф аля уәлид мәжрур. Негізі тікелей мәжрур деп беріп тұр, алайда біз бұл сөз өзі келмейтін сөз болғандықтан фи махалли дейміз де, орында тұр. Ненің мәжрур бір есімнің орында тұрғандықтан жарри маътуфин аля уәлид. Негізі басындағы хазал баладқа атф етіліп тұр, алайда мағына жағынан алдындағымен байланыстыра отырып айтқандықтан әкеге және ол әкеден туылғанға деп айтқандықтан алдындағыға атф етіп тұр бұл жерде. Негізінде атыптарды біз ең басына атф етеміз, өйткені соған байланысты мәжрур болып келді. Мысалы, мына жердегі уәлидиннің мәжрур болу себебі мына жерге атф етілген. Ал мынаның мәжрур болуы мынаған байланысты деп тұр, ал ол мынаған байланысты. Сонда айналып келгенде бәріне мына жердегі би әсер етіп деген сөз иғраб жағынан да, мағына жағынан да. Өйткені әкеге және одан туылғанға деп болсын. Аудармасына қарайтын болсақ, аудармасында бұл жерде жоқ, осы Мекке қаласына ант етемін. Бұл жерде жоқ дегеннен үтір қойып жүрген бе? Онда бұл жердегі мағынаны күшейту мақсатында дедік. Мұхаммед, сен осы қалада тұрасың. Бұны, мысалы, біздің аудармада жеке сөйлем, атирадия сөйлемі ретінде аударғандықтан жеке сөйлем. Әкеге балаға серт. Қараңыздар. Ант етемін, мына жердегі серт. Осы серт қайдан келіп тұр? Мына жерге атф етілген уә арқылы беріліп тұр. Адам алейхиссалам және де балаларына серт деген мақсатта. Бұл жердегі мә уәлада деген кезде уәладаның ішінде негізінде хуа бар, қыздар. Уәладаның ішінде хуа бар. Ол хуамызда жағы уәлид, яғни әке.
Біз әке туды дейміз, ана туды дейміз да, ал арабтың мына етістігі әке туғызды деген мағынада, мына уәләда деген етістікпен келеді да. Біз уәләдатил деп те қолдана береміз, ана туды. Алайда әке туғызды деп айтатын болсақ та, осы етістік қолданады. Әкеге және әкенің туғызғандарына, яғни әкеден туылғандарға дейміз де. Мысалы, мына жерде ырықсыз түрін қолданбадық. Негізі біз өзіміздің қарапайым тілде айтсақ, уәмә улида және туылғанға деп айтуымызға болады. Мына жерде әкенің туғызғанына деген сияқты мағына берілген. Тәпсіріне қарайтын болсақ, уәуәлиди уәмә уәләд. Уәақсамаллаху. Не деген сөз? Ақсамаллах. Алла Allah тағала ант етті. Биуәлидил бәшар. Бәшар адам баласының әкесімен, яғни адам әлісімен. Уәақсама және де ант етті. Немен? Бима тәнәсәлә минху минәл уәләд. Балалардан, ол адамнан, одан кейін туған, яда не дейміз, жайылған, ұрпақ ретінде келген дерге де ант етті. Ма тәнәсәлә, одан кейін артынан туылған ұрпақтарға да Аллаху Тағала ант етті деп мұнда түсініктеме берілген. Яғни тәпсірінде осындай тәпсір берілген. Келесі аятты жеке алдық. Нәстәғиду билlah. Лақад халақнал инсана фи кабад. Лақад халақнал инсана фи кабад. Халақа етістігін бұрында да өткенбіз. Халақа плюс нә болса, біз мына жерді халақ нә дейміз. Жіктеу ғой енді бұл. Халақа негізінде жіктеуде ол халақ деп сүкунға айландырып барып қосамыз. Халақны біз жараттық деген. Кабад ауыртпалық, қиындық, мына жерде әбігер ішінде жараттық деген екен. Инсан сөзін біз бұрында да білетінбіз. Бұл жердегі мына сөйлеміміз бағана уә деп ант етіліп келді ғой, енді анттың жауабы. Сондықтан мына жердегі ләміміз әлләм фи жауабил қасам. Яғни қасам ішудің жауабының басында келетін ләм. Мына жердегі ләміміз. Қад біраз мағынаны күшейтетін харфу тахқиқ дегенбіз. Біз міндетті түрде, нақты түрде адам баласын жараттық. Қандай күйде жараттық? Бір ауыртпашылық, бір әбігер, немесе сондай бір әбігер ішінде жараттық, немесе бір әрекет ішінде жараттық деген мағынада. Жар уа мәжрүр әл-инсанамыз мәфғул бихи. Уже ирабын толық бермей, толық берсек не деп айтамыз? Мәфғулун бихи. Марфу, мансуб, мәжрур. Қайсысымен айтамыз? Мансуб дейміз. Одан кейін бел في كبد جار ومجرور متعلقان بمحذوف түсіп қалған халмен байланысты деп қаралады. Өйткені мағрифа бір есімнен кейін мынандай тіркес келетін болса, харфу жар исм мәжрүр, әдетте оны осындай күйде жараттық деген мағынасы. Әбігер ішінде, әбігер жараттық деп мына жерде қалай жараттық дегенде сұрағымыз қалай болатын болса, қазақшада да күйді білдіреді. وجملة خلقنا جواب قسم болғандықтан لا محل لها من الإعراب. Ирабта бір орны жоқ деп қарайды. Орны барлар олар хабар, сыфа болған сияқты сөйлемдер. Ал сылат маусул болса, әлләзиден кейін келген, мынандай қасамның жауабы болса, олардың мәхәлі жоқ деуі, ол бір мәрфу, мансуб, бір мәжрур есімнің орнында тұрған жоқ. Мысалы, хабарымыз әдетте мәрфу ғой. Оның орнында тұрғанға біз фи мәхәлли рафил хабар дейміз. Сыфатымыз мәрфу, мансуб, мәжрур болуы мүмкін. Олай болсын ба, оның орнында тұрған сөйлемде фи мәхәлли рафа, фи мәхәлли жар, фи мәхәлли насб, сыфа деп айту себебіміз бір иғрабта харакаты бар бір мүшенің орнында тұрған. Ал қасам өзі жеке тұрған сөйлем ғой негізінде. Сондықтан оның бір иғрабта махалы жоқ деп қаралады да, ла мәхәллә ләһә минәл иғраб деп айту себебі
осыған байланысты. Тәпсірінде қарай кетейік. Харакатсыз көріп тұрсыздар, оқуға тырысайық. Дәл мынау аяттағыдай. Лақад халақнал инсана. Бірге оқиық. Лақад халақнал инсана фи таабин. Таабин шаршау деген сөз. Уа машаққатин. Бізде қазақшада да машаққат деген сөз бар, иә, мысалы. Машаққатин. Сондай қиындық, әбігер ішінде жараттық. Не үшін? Лима юанихи мина шадаиди фи дүния. Неге осындай ант етілді? Дүниеде ауыртпалықтардан ол адамның, яғни басына келетін ауыртпалықтар болғандықтан адам осындай әбігер ішінде ауыртпалық, қиындық, шаршау күйінде жаратылды деуі. Шаршайды деген ғой, үнемі әйтеуір әрекет жасап жатамыз ғой, жаңағыдай әбігерге түсіп жатамыз, шаршап жатамыз. Сол мақсатта осындай түсініктеме берілген. لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة. لماذا؟ لما يعانيه. Yani оның басына түсетін болғандықтан деген. Не түсетін болғандықтан? Мәнің мағынасы минмен ашылған. Мина шадаид. Шадаид, шадида деген сөздің көпше түрі ауыртпалықтар, дүниеде деп берілген.